Өтініш приложениесін тартпай-ақ бөлек сіздер Досмарт деген приложение бар ғой, айту кошелек деген, соның ішінен тартып ала аласыздар. Яғни ішіне кіріп сол пунктті өте бересіздер. Бұл жерде заявление жазасыз, номер телефона, удостоверение барлығын толтырасыз. Обжалование заявление жасай аласыздар. Жалобы на товары, услуги, плохая дорога дейді. Өздеріңіз ойын тастап аласыздар. Заңгер керек болса, заңгер сұрастыра аласыздар. Заңгерлік сұрақтар ғой. Міне осындай приложениенің ішінде түрлі жазулар бар. Міне жерден оқи аласыздар. Яғни каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып, келесіде қызықты мәліметтермен бөлісетін боламын. Істеріңізге сәттілік. Осы өтініш приложениесі өте ыңғайлы. Соцсеттерде де бар. Facebook, Instagram, YouTube. Міне осылардың бәрін көріп шығасыздар толығымен. Өтініш приложение сіздерден доступ сұрайды данныйларыңызға. Соған одобрение бересіздер. Іске сәттілік.